Мемлекеттің болашағы жастардың қолында. Мамандық таңдау өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалау. Мамандық таңдау адам өміріндегі басты кезеңдердің бірі. Өйткені болашақ осыған байланысты деп айтсақ қателеспейміз. Мамандықтың бәрі жақсы, мыңын таңдап бірін ал демекші. Әр адамның өзінің жүрегі қалған мамандығы бар болуы да керек. Менің таңдауымдағы мамандықтың бірі менеджмент. Осы сала бойынша бірнеше сұрақтар туындауы мүмкін. Ендеше сол сұрақтарға жауап алайық. Бүгінгі біздің сұхбатымыз Тұрасылов аудандық Халық банкінің аға менеджері Күмісбекұлы Айдос мырзаға келіп тұрмыз. Менің сізге қоятын алғашқы сұрағым, бұл мамандыққа келуге сізге не себеп болды? Біріншіден саламатсыздар ма? Бұл мамандыққа келу себебім жастайымыздан мектепке жақын болдық. Мектеп қабырғасын жақсы тамамдап, жоғарғы оқу орнын жақсы тамамдап, осы Халық банкке жұмыс істеп жатқан жайым бар. Мектепке жақын болған адам Халық банкта жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ менің, бұл мамандықтың ерекшелігі неде? Бұл мамандықтың ерекшелігі, бұл Халық банктың ерекшелігі негізі көп үлкен кісілермен, жастармен жаңағы Жақын боласың? Иә, жақын боласың. Үлкендерге қолыңнан келгенше көмек бересің, көмегіңді аямайсың. Халықпен жұмыс істеген өзіме қатты ұнайды. Енді мен соңғы сұрағым, болашақ жас түлекке мамандық таңдауда қандай кеңес бересіз болашақ жастарға? Болашақ жастарға менің кеңес берерім өз жүрегін тыңдай білу, қалаған оқу орнына түсу, тағы да негізі жастар енді қазіргі таңда бәрі өздерінің қолдарында. Тек қана өзінің жүрегін тыңдай білу, жақсы армандарына жету, жақсы жұмыс істеу. Айдос мырза, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Уақыт бөліп бізге менің сұрақтарыма жауап бергеніңізге сізге рахмет. Ендігі менің жаныма жақын мамандықтың бірі ұстаз. Ұстаздық. Бала тәрбиелеу зерделі зерек парасатты қызмет. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы деп бекер айтылмаған. Себебі ұстаз алдынан тәрбие мен білім алмайтын жан жоқ. Ұстаз әрбір жанның өміріне жол көрсетер шамшырақ болар анық. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшасын қатайдып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүруге, білуге тәрбиелейді. Осындай жолда еңбек етіп жүрген ұлағатты ұстаздарымыз көп. Соның бірі бірегейі мектебімнің ұлы ұстазы Раухан еңбекші қызы. Менің ұстаз мамандығыма таңдау болған бірден бір себепшісі. Сол себептен ешқашанда асыл қасиеті жойылмаған ұстаздық қызмет менің таңдауымның бірі. Ендігі менің келесі таңдаған мамандығымның бірі психолог мамандығы. Психология бүгінгі ғасырдың мамандығы. Қазіргі таңда кез келген мекеме психологты қажет етеді. Психолог адамдарға және оларды қоршаған ортаның жан дүниесін дұрыс түсінуге, көзқарастарын түзетуге көмек береді. Психолог маманы болып қана қоймай, оларды дұрыс жолға салуда және тәрбиелеуде игілікті жұмыстарға қол жеткізуге болады. Әркімнің өзінің жүрек қалауы таңдаған мамандығы бар. Сіздің де мамандық таңдайтын уақытыңыз келді.